Өлеңімнің бүгінгі тақырыбы кім? Өзі сұлу қылықты шақырады кім? Сұлулығын айналдында күнде дәлелдер. Тақырыбы әнімнің бүгін әйелдер. Тақырыбы әнімнің бүгін әйелдер. Әйел деген әдемі мойындаймыз ғой, еркек деген қап-қатты шойындаймыз ғой. Ал шойындай әйелдерге кезігіп қалсақ, жұмсақсың деп өтірік мойындаймыз ғой. Жұмсақсың деп өтірік мойындаймыз ғой. Кей жігіттер әйелдерін бекер жылатады. Менің нәзік әйелім гүлді ұнатады. Менің нәзік әйелімнің нәзіктігі сол. Гүл бермесем ол мені ұрып құлатады. Гүл бермесем ол мені ұрып құлатады. Әйелдерсіз күніміз қызықты өтпейді. Жіберіп тұрсаң салонға дымыңда кетпейді. Әйелімнің салонға барғаны құрсын. Маникюр мен макияжға айлығым жетпейді. Маникюр мен макияжға айлығым жетпейді. Әйелдердің фитнестен қолдары тимейді. Бір көйлекті әйелдер екі рет кимейді. Әйелімді кейде тіпті қаттаяп кетем. 100 көйлектің қайсың киерін білмейді. 100 көйлектің қайсың киерін білмейді. Өзге әйелге қарасаң, әйелдер күндейді. Ал әйелдер басқа еркекті көзіне ілмейді. Басқа еркек бұлай тұрсын менің әйелім. Құдай білет сол менің атымды білмейді. Құдай білет сол менің атымды білмейді. Өзіме де обал жоқ сөз ертіп алғам. Көзін оның бір-екі рет көгертіп алғам. Сол себептен ол менің атымды ұмытып, албасты деп атымды өзгертіп алған. Албасты деп атымды өзгертіп алған. Әйел деген күйеулерін жұмыстан тосады. Кештеу келсең арқаңды қамшымен емес әрине оқтаумен қосады. Достарыңмен түнімен қыдырып келсең, таң атпастан әйелдер тыз деп шаң сорғыш қосады. Таң атпастан әйелдер шаң сорғыш қосады. Ең қызығы мен шаң болып келген жоқ, мас болып келдім, білмеймін неге шаң сорғыш қосады. Қайын жұртың үйге келсе шағын той болады. Суреттердің барлығын қазанға салады. Ал егерде үйге келсе менің туысым, картошкама макарон ба қуыра салады. Картошкама макарон ба қуыра салады. Айта білейін ба? Тойға барса әйелдер жайқалып барады. Шығып болмай үйінен майқалып қалады. Егер тойда басқа елмен көп билеп кетсең, көз аларып, мұрны тұжырайып қызғанғаны байқалып қалады. Негізі қызғанбаймыз дейді ғой, бәрі қызғанады. Көз аларып, қызғанғаны байқалып қалады. Кей жігіттер әйеліммен жарысып келеді. Азық-түлік базардан алысып келеді. Ақша беріп әйелдерге өзің бар десең, бар ақшаны әйтеуір тауысып келеді. Бар ақшаны әйтеуір тауысып келеді. Сол бая қайын жұртқа бере ме дейм? Аптасына бір рет әйел үй жинайды. Еркек байғұс сол кезде өзіне сыймайды. Не жатарын, не тұрарын білмей тұрғанда, қағып кел деп кілемді еркекті қинайды. Қағып кел деп кілемді еркекті қинайды. Кей әйелдер көлікпенен жұмысқа барады. Рөлде отырып бетіне бояуды қалай болса солай жағады. Ерні қызыл қорқынышты шопырды көріп, гаилердің өздері тағылып қалады. Гаилердің өздері тағылып қалады. Біз болмасақ әйелдерді кімдер жырлайды? Әйелдерді жырласаң уақыт сырлайды. Қалай десең олай де шынына келсек, әйелдерсіз өміріміз түкке тұрмайды. Әйелдерсіз өміріміз түкке тұрмайды. Әйелдер деп әлемнің құсы сайрасын, аналардың басынан бағыт аймасын. Әйелдерсіз 2 минут өмір сүре алмас. Еркектердің сіздерге көңілі тоймасын. Еркектердің сіздерге көңілі тоймасын. Еркектердің сіздерге көңілі тоймасын.